Баршаңызға сәлем. Бүгін құрамында шекері жоқ кекс дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа, шым-шым тұзымызды салып тез-тез араластырып аламыз. 300 грамм сгущенкамызды құямыз. Шай қасық разрыхлителімізді саламыз. Ұн 100-150 граммдай саламыз. Әр ұнның сапасы әртүрлі. Сондықтан асықпай араластырып алыңыздар. 45 граммдай майымызды микроволновкаға ерітіп аламыз. Осылай барлығын қосып араластырып, кекстің тестосы дайын болды. Осындай видеодағыдай кекстің құрамынан осындай болу керек. Мықты қою емес. Формочкаға салған кезде осындай кондитерлік пакетке салып аламын, өте ыңғайлы. Және осы жерде менің қателігім 9 кекске мен бөлгем, негізі 12 кекске бөлгені дұрыс болар еді. Толтырып құймаңыздар, өте қатты көтеріледі. Және іші тез пісіп, өте дәмді болып шығады. Мен әдемілікке осылай изюмдерді салып шықтым. Қараңыздар, өте дәмді, жұмсақ, іші бәрі піседі және де отырмайды. Духовкадан шыққаннан кейін. Баршаңызға рахмет, лайк басып, қолдап кетіңіздер.